Сәлем балалар! Қыс мезгілі қармен ойнап, таза ауада серуендеп, көңілді уақыт өткізуге арналған ең тамаша мезгілдердің бірі. Қыста ойнау қызықты әрі пайдалы іс. Қысқы ойындар денсаулықты нығайтып, ептілік пен батылдықты дамытады. Ал ең бастысы керемет көңіл күй сыйлайды. Ендеше қысқы ойындармен танысайық. Қысқы шанамен жарыс. Қысқы шана жарысы балалар үшін өте қызықты ойын. Төбеден кім тез түседі деп жарыс ұйымдастыруға болады. Жолға кішкентай белгілер немесе кедергілер қойсаң, ойын тіпті қызығырақ болады. Бұл ойын жылдамдықты, батылдықты және жарыс рухын дамытады. Сноуборд тебу. Сноуборд қар үстінде арнайы тақтаймен сырғанау. Бұл спорт тепе-теңдікті сақтауға, аяқ пен денені дұрыс қозғалтуға үйретеді. Балаларға сноуборд тебу өте қызық, бірақ міндетті түрде қауіпсіздік ережелерін сақтау керек. Қардан қамал салу ойыны. Қардан қамал салу балалардың ең сүйікті ойындарының бірі. Балалар қарды домалатып, қабырғалар жасап, өз қиялымен әдемі қамал тұрғызады. Бұл ойын қиялды, шыдамдылықты және командалық жұмысты дамытады. Ақылы жасау. Ақылы жасау ең керемет ұжымдық ойын. Балалар үлкен кіші қар домалақтарын жасап, көзін, мұрнын, қолын қояды. Бұл ойын шығармашылықты дамытып, жақсы көңіл күй сыйлайды. Мұз үстінде сырғанау. Коньки тебу қысқы ең көңілді спорт түрлерінің бірі. Мұз үстінде сырғанау тепе-теңдікті сақтауға, аяқ бұлшықеттерін күшейтуге көмектеседі. Алғашында баяу үйреніп, міндетті түрде қорғаныш құралдарын қолдану керек. Сноутюбинг. Сноутюбинг арнайы дөңгелекпен қар үстінде сырғанау. Бұл өте көңілді әрі балалар үшін қауіпсіз ойындарының бірі. Балалар күліп ойнап қыстан ерекше ләззат алады. Шаңғы тебу. Шаңғы тебу бүкіл денеге пайдалы спорт. Ол қол мен аяқтың қозғалысын үйлестіріп, төзімділікті арттырады. Шаңғы тебу таза ауада серуендеумен бірге денсаулыққа өте пайдалы. Қыс ойынға, қозғалысқа және жаңа әсер алуға арналған керемет мезгіл. Қысқы ойындар балаларын шынықтырады, әрі көңілді етеді. Ал сен қыста қандай қызықты ойындар жақсы көресің? Тағы қандай қысқы ойындарды білесің? Келесі кездескенше, балалар!